Сіз жас кезіңізде қандай тәтті ұйықтайтын едіңіз, есіңізде ме? Терең, тыныш, таң атқанша тоқтаусыз. Ал қазір түндеріңіз неге айналды? Бұл бітпейтін күрес. Сіз төсекке демалуға үмітпен жатасыз, бірақ ағзаңыз әр 2 сағат сайын дабыл қағып оятады. Түн ортасында қайта-қайта ояну, дәретханаға шаршап жалықпай бару, қайта ұйықтай алмай қиналу, таңертең тұрған кезде мүлде демалмаған адамдай боласыз. Дәрігерлер сізге түрлі дәрілер жазады, бірақ мәселе қайта оралады. Бірақ өзіңізге бір сұрақ қойыңыз. Неге біздің аталарымыз ауылда ешқандай химиясыз-ақ ер азаматтық денсаулығын ақ-сақал жасына дейін сақтап келді? Бір күні маған бір қарт шебер, шөптерді жақсы білетін емші, өз әулетінде көздің қарашығындай сақталған құпияны айтты. Ол, табиғаттың өзі бәрін ойлап қойған, тек біз ұмыттық, деді. Әңгіме бір қарапайым, бірақ таңғаларлық күшке ие қайнатпа туралы болмақ. Кешкісін осы сусынның бір ғана стақаны нағыз ғажайып жасауы мүмкін. Ол жұмсақ әсер етеді, жасырын қабынуды басады, қуықты тыныштандырады және простатаны сөзбе-сөз жаңғыртады. Елестетіңізші, ертең-ақ сіз бірде-бір рет оянбай, күні бойы тыныш ұйықтай аласыз. Осы видеоны соңына дейін көріңіз. Мен сізге осы ұмыт қалған рецепті және емнің әсерін бірнеше есе күшейтетін 3 алтын қағиданы айтып беремін. Бірақ рецептте өтпестен бұрын дұрыс көңіл-күйді орнатайық. Емделу табысқа деген сенімнен басталады. Қазір пікірге мақсат деген бір сөз жазыңыз. Егер ақыры дұрыс ұйықтап, түнгі оянуларды ұмытқыңыз келсе, ұйқы деп жазыңыз. Немесе күндізгі сергектікпен жігерді қайтарғыңыз келсе, күш деп жазыңыз. Бізді қандай мақсат біріктіретінін көрейік. Және осы видеоға лайк басыңыз. Бұл арнаны дамытуға қосқан кішкентай үлесіңіз болсын. Рахмет. Енді іске көшейік. Дұшпанды жеңу үшін оны жақыннан тану керек. Енді түнде сіздің ағзаңызда не болатынын түсініп алайық. Көп адамдар жиі зәр шығарудың себебі жас, бәрі солай. Қарсыласа алмайсың деп ойлайды. Бұл өте қауіпті жаңсақ пікір. Су ағып тұрған бақша шлангысын елестетіңіз. Егер сіз оның үстіне аяғыңызбен бассаңыз, су ағымы әлсірейді. Ал су тосқауылдың алдында жиналып, қысым тудырады. Сіздің қауқасты безіңіз дәл сол шлангы қысып тұрған механизм. Ол сау кезде жұмсақ, серпінді болады. Бірақ жылдар өте келе, қабыну не тоқырау салдарынан ол үлкейіп, ісініп, тастай қатты болып қалады. Ол зәр шығару жолына басады. Дәл шлангыдағы су жүрісін басқан аяқ сияқты. Бірақ бұл проблеманың тек жартысы. Қуыққасты безі қуықтың дәл астында орналасқан. Егер ол қабынса, қуық қабырғаларын үнемі тітіркендіреді. Саусағыңызға тікен кіріп кеткен елестетіңіз. Оған сәл тиюдің өзі ауыртады. Дәл сондай жағдай ішіңізде болып жатыр. Қуық 4-тің бір бөлігіне ғана толғанымен, ішінде 50 немесе 100 мл ғана сұйықтық болса да, қабынған простата миға жалған дабыл жібереді. Тез тұр, қуық болып қалды. Сіз оянасыз, дәретханаға барасыз. Ал нәтиже бірнеше тамшы ғана, әрі жеңілдік сезілмейді. Бұл жағдай түнде 5-6 рет қайталануы мүмкін. Простата кенеттен өсіп, өмірді улайды. Сол қарт шеберден өсіп, өмірді улайды. Сол қарт шебер біздің ағзамызға қарсы жұмыс істейді. Ата жасушалары бұл бұйрықты қуана орындайды. Үлкейеді, ісінеді. Бұл қабыну неден пайда болады? Неге простата кенеттен өсіп, өмірді улайды? Сол қарт шебер біздің ағзамызды өз ағысымен таза болып тұратын өзенге ұқсататын. Бірақ ағыс бәсеңдесе, ол өзен батпаққа айналады. Сол сияқты қазіргі ер адамдар тым көп отырады. Көлікте, теледидар алдында, жұмыс үстелінде. Қан – өмір өзені. Ол оттегі мен қоректі тасиды және қалдықтарды алып шығады. Ал көп отырған кезде тамырлар қысылады. Жамбас аймағында қан айналымы баяулайды. Батпақ пайда болады. Сол жерде токсиндер жиналады. Иммунитет әлсірейді. Кез келген жасырын инфекция оянады. Тіндер қорексіз қалады да өзгеріп тығыздалады. Бұл ағзаның қорғаныс реакциясы. Бірақ ол бізге қарсы жұмыс істейді. Дәрігерлер көбіне бұлшықетті босаңсытатын дәрілер береді. Олар уақытша көмектеседі, бірақ батпақты тазаламайды. Бұл шіріген бөлмеге хош иіс себумен бірдей.
1 сағатқа иіс кетуі мүмкін, бірақ мәселе қалпында қалады. Бізге басқа шешім керек. Бізге жай ғана белгіні өшіру емес, себебін жою керек. Бізге батпақты құрғататын күш керек. Жамбасқа таза, жылдам ағатын қанды қайта толтыру қажет. Сол кезде ол қабынуды шайып, кіндерді қоректендіріп, безді сауығуға мәжбүр етеді. Дәл осы мақсатқа сол құпия әдіс бағытталған. Бірақ алдымен ағзаны дайындау керек. Ең алдымен 3 алтын қағиданы орындау қажет. Егер оларды жасамасаңыз, тіпті ең мықты емде жартылай ғана әсер етеді. Құрметті достар, мұқият тыңдаңыз. Мен сізге беретін рецепт өте күшті. Бірақ ваннаны толтыру үшін алдымен шұңғымадағы тесікті жабу керек қой. Сіз қанша құнды нәрсе құйсаңыз да, бәрі бекер. Егер сіз қайнатпаны ішіп, бірақ күн сайын өзіңізді бұзатын әдеттерді жалғастырсаңыз, нәтиже уақытша болады. Сол қарт емші, емдемес бұрын, өзіңді жарақаттауды тоқтат дейтін. Сондықтан міндетті түрде есте сақтаңыз, тіпті жазып алыңыз. Бұл 3 алтын қағида. Дәл осы қағида ер азаматтық ұзақ өмірдің іргетасы. 1 қағида. Қабынуға отын беруді тоқтатуымыз керек. Простатит пен аденома сізбен бірге не жейтінін білесіз бе? Олардың ең үлкен қорегі біздің ас үйіміздегі қант пен ақ ұн. Қант пен жоғары сұрыпты ақ ұн кез келген ісік пен қабынудың ең мықты тыңайтқышы. Сіз тәтті бәліш жесеңіз, немесе шайға 2 қасық қант салсаңыз, қандағы инсулин күрт көтеріледі. Инсулин өсу гормоны. Ол жасушаларға өсу бұйрығын береді. Простата жасушалары бұл бұйрықты қуана орындайды. Үлкейеді, ісінеді. Сонымен қатар тәтті ашытқылы қамыр ішекте ашу процесін бастайды. Ішек газға толып, простатаға қысым түсіреді. Оны қыздырады. Бактериялар үшін керемет орта жасайды. Сондықтан бүгін ақ жасайтын ең қадам қантты алып тастау. Оны 1 қасық балмен немесе кептірілген жеміспен алмастырыңыз. Ақ нанды толық алып тастап, орнына қара ұннан жасалған немесе ашытқысыз нан, лаваш, жеңіс. Осы қарапайым өзгерістің өзі 1 аптадан соң ісінуді айтарлықтай азайтады. 2 қағида. Аяқтарды жылы ұстау. Қариялар бекер айтпаған. Басты салқындат, ішті тоқста, аяқты әрдайым жылы ұста. Аяқ біздің тамырларымыздың бастауы. Бұл жерде тікелей рефлекторлық байланыс бар. Табан тоңса, жамбас аймағындағы тамырлар сол сәтте-ақ түйіліп, тарылып, қан айналымы тоқтайды. Иммунитет төмендейді, ал простата инфекция алдында қорғансыз қалады. Біз мұны көбіне байқамаймыз. Аялдамада жұқа аяқ киіммен біраз тұрамыз. Еденде жалаң аяқ жүреміз. Салқын орындыққа отырамыз. Ал қабынған простата үшін бұл нағыз соққы. Сондықтан өмірлік қағида ретінде қабылдаңыз. Аяқтарыңыз әрқашан жылы болуы тиіс. Тіпті жазда да мақташлық киіңіз. Жалаң аяқ еденде жүрмеңіз. Егер далада аяғыңыз тоңып қалса, бірден ыстық суға салып жылытып алыңыз. Ұйықтар алдында 5-10 минут аяқ қыздыру простатаны қорғап қана қоймай, ұйқыны жақсартады. Себебі қан бастан төмен түсіп, дене тынығады. Бұл қарапайым физика, бірақ ол кез келген дәріден жақсы жұмыс істейді. 3 қағида. Су балансы. Көптеген ер адамдар осы жерде қателеседі. Зәр шығару жиілеген кезде бірінші ой аз ішу керек деп ойлайды. Түнде су ішпесем оянбаймын деп ойлайсыз. Бірақ бұл тұзақ. Сіз суды азайтқан кезде зәр қоюланады. Ол қышқыл секілді күйдіргіш болып кетеді. Қуық қабырғаларын тітіркендіріп, одан да күшті шақыру тудырады. Сонда аз ішіп жиі барасыз? Парадокс, бірақ дәл солай. Одан бөлек, қою қан простата капиллярларын тазалай алмайды. Тоқырау одан сайын күшейеді. Бірақ ішу керек су дұрыс су болу шарт. Күшті шай мен кофе су емес. Олар зәр айдайды, жасушаларды құрғатады, қуықты кофеинмен тітіркендіреді. Алкоголь, әсіресе сыра, біздің жағдайға ең зиян. Онда фитоэстрогендер бар, әйел гормондары. Ол ер ағзасын әлсіретеді. Сіздің міндетіңіз таза, жылы су ішу, 1,5-2 литр. 1 стақан су сіздің досыңыз болсын. Су зәрді сұйылтады, оның агрессиясын азайтады,
қан тамырларын толтырады және болашақ қайнатпаның емдік заттарын простатаға жеткізуге көмектеседі. Міне, осы 3 негіз. Қантты алып тастаймыз, аяқтарды жылы ұстаймыз, таза су ішеміз. Мұны дәл қазір бастаңыз. Енді ағза дайын болғанда, аурудың жолдарын кескенде ең басты құпия рецептке ауысатын уақыт келді. Қандай ингредиент екенін білгіңіз келетінін білемін. Ол қандай зат еді? Қарт ата оны неге пештің үстіндегі кенеп қапта сақтады? Сіз таң қаласыз, тіпті біреулер күлуі мүмкін. Бірақ асықпаңыз, байқап көрмей тұрып, бағасын бермеңіз. Әңгіме біз әдетте қоқыс деп, еш ойланбастан қоқысқа тастайтын нәрсе туралы. Бұл кәдімгі пияздың қабығы. Иә, дәл сол алтын түсті қабықтар. Біз пиязды тазалағаннан кейін лақтырып тастайтын қабықтар. Неге дәл ол? Заманауи ғылым жаңа ғана ғасырлар бойы емшілер білген шындықты растады. Пияз қабығы кверцетин деп аталатын ерекше заттың ең бай табиғи көзі. Пияздың ішкі бөлігінде бұл зат өте аз. Оның бар күші дәл сол қабықта шоғырланған. Кверцетин ең мықты табиғи биофлавоноидтардың бірі. Ол ағзаға түскенде 2 бағытта жұмыс істейді. Табиғи антибиотик сияқты және табиғи қабынуға қарсы құрал сияқты. Бірақ ер адамдар үшін ең маңыздысы кверцетин қан тамырларының қабырғаларын нығайтып, кіндердің ісінуін басады. Яғни, ол дәл зәр шығару жолын қысып тұрған ісікті бәсеңдетеді. Бұл жай ғана халық емі емес, бұл табиғаттың өзі жасаған дәрілік заттың концентраты. Бірақ оның күшін алу үшін оны дұрыс дайындау керек. Жай қайнаған су құю жеткіліксіз. Рецепттің ретін өте мұқият тыңдаңыз. Бірінші кезең – шикізатты таңдау. Бізге кәдімгі сары немесе алтын түсті пияз керек. Қызыл және ақ сорттарда кверцетин аз болады. Пияз құрғақ, тығыз, көгермеген, шірімеген болу керек. Бұл өте маңызды. Өйткені біз ем жасап жатырмыз. Ағзаны саңырау құлақпен улағымыз келмейді. Пияздың сыртқы құрғақ қабатын аламыз. Бізге 2 үлкен уыс қабық қажет. Көбірек салсаңызда зиян жоқ. Бұл тағамдық өнім, артық дозасы болмайды. Екінші кезең – тазалау. Көп адам бұл қадамды өткізіп жібереді, бірақ бекер. Қабықта шаң, топырақ бөлшектері болуы мүмкін. Суды ыстық емес, тек суық ағыспен жуу керек. Ыстық су пайдалы заттарды шайып тастайды. Жуғаннан кейін суды шайқап төгіңіз. Үшінші кезең – қайнату. Емалданған немесе нержавейка кастрюль қолайлы. Алюминий жарамайды, ол тотығады. Қабықты кастрюльге салыңыз. 700 мл таза шикі су құйыңыз. Неге 700? Өйткені қайнау кезінде су біраз азаяды, ал бізге 2 күндік емге жеткілікті мөлшер қажет. Қайнаған сайын отты азайтып, қақпақпен 5 минут бұқтырамыз. 5 минут жеткілікті. Ұзақ қайнатсақ, витаминдер жойылады. 5 минуттан кейін плитадан алыңыз. Бірақ бұл әлі аяқталған жоқ. Қайнатпа жетуі керек. Кастрюльді сүлгіге орап, 1 сағатқа қалдырыңыз. Осы уақытта су қабықтағы барлық эфир майлары мен микроэлементтерді тартып алады. Соңында қою, қоңыр шай сияқты немесе коньяк түсті қайнатпаласыз. Иісі ерекше, дәмі аздап кермектеу, бірақ ішуге болады. Дайым қайнатпаны дәке немесе сүзгі арқылы әйнек банкаға құйыңыз. Холодильникте 2 тәуліктен артық сақтамаңыз. Жаңа қайнатыңыз, әсері күшті болады. Енді ең маңыздысы қабылдау тәртібі. Қалай ішу керек? Тынды тыныш ұйықтау үшін. Көптеген адамдар емдік шайды дәл ұйықтар алдында ішеді. Содан кейін одан да жиі дәретке барады. Біз олай жасамаймыз. Сіз 1 стакан, шамамен 250 мл жылы қайнатпаны кешке ішуіңіз керек. Бірақ дәл төсекке жатар алдында емес, 2-3 сағат бұрын. Мысалы, сіз 11-де жатсаңыз, 8-де ішіңіз. Неге? Осы 2-3 сағат ішінде белсенді заттар қанға сіңіп, простатаға жетеді. Тыныштандыратын әсерін бастайды. Зәр айдайтын әсер де болады. Бірақ ол сіз төсекке жатқанша бітеді. Сіз ұйықтар алдында дәретханаға барып, қуықты толық босатасыз. Ал түнде бүйректер тыныш режимде жұмыс істейді. Ең бастысы простата тітіркендірмейді. Курс 1 ай.
Бірінші стаканнан кейін бірден ғажайып күтпеңіз. Табиғи емдер жиналып әсер береді. Алғашқы айқын өзгерістер әдетте 5-ші немесе 7-ші күндері байқалады. Сіз зәр ағымы күшейгенін, төменгі құрсақтағы ауырлық жоғала бастағанын, ең жағымдысы түнде 5 рет емес, 1 рет немесе 2 рет қана оянғаныңызды байқайсыз. Ай соңына қарай көп ер адамдар түнде дәретхана қайда тұрғанын ұмыта бастайды. Әсерді күшейтетін тағы бір құпия бар. Кверцетин ең жақсы түрде мырышпен бірге сіңеді. Мырыш ер адам ағзасының негізгі металы, тестостеронның құрылыс материалы. Мырышты қайдан аламыз? Тағы да табиғаттан. Әдеттегі қуырылмаған жасыл асқабақ дәндерін алыңыз. Әр таң сайын 30 дән жеңіз. Бұл мырыштың тәуліктік нормасы. Кешкі пияз қабығының қайнатпасы мен таңертеңгі асқабақ дәндерінің үйлесімі өте күшті тандем. Қабығы қабынуды басады, ал дәндер без тіндерін қоректендіріп қалпына келтіреді. Бұл өте қарапайым, арзан, бірақ таңғаларлық тиімді тәсіл. Әрбір зейнеткерге қолжетімді. Бүгін кештен бастап көріңіз. Осы алтын түсті қайнатпаны дайындаңыз. Бұл қиын емес, тіпті тегінге жақын. Бірақ нәтижесі ең батыл үміттерден де асып түсуі мүмкін. Ағзаңыз сізге рахмет дейді. Тыныш, терең ұйқымен жауап береді. Пияз қабығының қайнатпасы сөзсіз мықты құрал. Бірақ видео басында тоқырауды батпаққа теңегенімді ұмытпаңыз. Қайнатпа суды тазартып, бактерияларды өлтіріп, қабынуды басады. Бірақ батпақ қайтадан өзенге айналу үшін оны қозғалысқа келтіру керек. Бізге насос қажет. Ал бұл насос сіздің өз бұлшықеттеріңіз. Қозғалыссыз дәрі барады, бірақ баяу барады. Ал бізге тез нәтиже керек. Сол қашарт шебер маған бір жаттығу көрсеткен. Оны әзілдеп, барлық еркектік дерттің емі деп атайтын. Кеңес заманында академиктердің өзі оны ұсынған екен. Бұл жаттығу арқамен отырып жүру деп аталады. Естігенде күлкілі көрінуі мүмкін, бірақ әсері өте зор. Бұл қуықасты безіне өте терең массаж жасайтын жаттығу. Ең жақсысы, бұны сіз өзіңіз жасайсыз. Дәрігерсіз, ауыр процедурасыз. Қалай жасалады? Өте оңай. Төсенішке немесе кілемге отырыңыз. Аяғыңызды алдыңызға созыңыз. Арқа түзу. Енді бірде оң жақ, бірде сол жақ бөксемен алға қарай жылжы бастайсыз. Қолмен көмектеспейміз. Қол кеуде тұсында. 2 метр алға жүріңіз, содан кейін бұрылмай, кері бағытта артқа жылжыңыз. Бұл қозғалыс жамбас терең бұлшықеттерін іске қосады. Әдетте олар ұйықтап тұрады. Қан қозғалып, поқырауды бұза бастайды. Күн сайын 5 минут жасаңыз. Мысалы, жаңалық көріп отырып. 1 аптадан кейін-ақ төменгі құрсақта жеңілдік, күштің артқанын сезінесіз. Екінші жаттығу одан да оңай. Оны көрінбейтін гимнастика деп атайды. Артықшылығы оны кез келген жерде жасауға болады. Автобуста, дүкен кезегінде, диванда отырып. Ешкім байқамайды. Жаттығудың мәні аралық бұлшықеттерді ырғақты түрде тарту. Қатты дәретке барғыңыз келіп, өзіңізді бар күшімен ұстап тұрғанда елестетіңіз. Анус пен аралық бұлшықеттерін тартыңыз. Ішке қарай жинаңыз. 3-ке дейін санап босатыңыз. Осындай 20 рет қысу жасаңыз. 1 минут тынығып, қайталаңыз. Күніне 3-4 рет жасаңыз. Бұл жаттығу помпа сияқты. Жиырған кезде токсины бар веноздық қан қысылып шығады. Босатқанда жаңа, таза, оттегіге толы артериялық қан келеді. Оның ішінде біздің қайнатпаның емдік заттары бар. Бұл тек простатитке емес, геморройдың да алдын алатын ең жақсы әдіс. 3-ші кеңес. 1 сағаттан артық отырмаңыз. Егер ұзақ фильм көріп отырсаңыз немесе компьютерде жұмыс жасасаңыз, таймер қойыңыз. Қоңырау соқса, тұрыңыз. 10 жеңіл жүксіз отырып тұру жасаңыз. Егер тізеңіз ауырса немесе жасыңыз үлкен болса, орындық арқалығынан ұстап, өзіңізге ыңғайлы деңгейде жасаңыз. Бұл жерде маңыздысы аяқ бұлшықеттерінің жұмысы. Аяқ біздің екінші жүрегіміз. Олар жиырылған сайын қанды жоғары қарай қуып, жамбас аймағындағы барлық бөгеттерді бұзады.